Сондықтан қазір кезде жоғарыда айтып кеткен хадисте айтқанымыз сияқты ақыр заманға қарай дінді ұстану қолда шоқты ұстаумен сондай тең болады дейді, оңай бола қоймайды. Және пайғамбарымыздан жеткен бір хадис бар. Бұл хадисті әлбетте жаттап алсаңыздар, көңілдеріңізді тоқсаңыздар, бұл сіздерге өте үлкен жәрдем береді. Ол хадис кең тарап кеткен, көпке мәлім болған хадистің бірі Бадa'ал исламу ғарибан саяуду ғарибан тубалил ғураба деген хадис. Ислам ділі бөтен болып басталған, және аяқталар кезде де бөтен болып аяқталады, сол бөтендер жәннатқа кіреді дейді. Бұл жерде ғариб сөзі, бөтен. Кейбіреулер ғалымдар аз, әлсіз деген мағынада береді деген. Сондықтан біз пайғамбарымыздың сирасын оқыған кезде ислам діні алғаш кезінде сондай бір аздық менен, әлсіздікпен басталғанын білеміз. Сол кездегі Хаббаб ибн Ард сияқты сахабалар, Билал деген сахабалар, Сумайя деген сияқты сахаба әйел кісілер сондай қатты қиыншылықтар көрген мүшриктерден, сондай қиындықтарды көрген, бірақ соның ешқайсы бір қиыншылықтары олардың діннен шығуына себепкер болған жоқ. Сондықтан сондай бір бөтендікте басталғанда бітер кезде бөтен бола бастайды дейді. Шынымен қазір соның себептерін көріп жатырмыз. Дәл бір Сумайя анамыз сияқты ешкім ұстап алып, қинап өлтірмесе де біздің жерімізде, бірақтан сол мұсылман кісілердің соның ішінде қыз балаларын орамал таққаны, олардың намаз оққанын, олардың өздерінің намысын, арын қорғағанын кейбір қоғамдағылар осы қоғамға сегіз алмай жүреді. Сондан әрбір орамал тағып, ол орамал таққан үшін әрбір естіген сөзге сауап жазылады, әрбір бастаған үшін, және ол сол орамалды тағып көшеге шыққанның өзі дінді, ислам дінін уағыздау. Ол сөйлеместен дінді уағыздаған болып есептеледі. Сол орамалмен жүргеннен, әрбір нәрсесінен, өзінің сол орамал тағып жүргеннен қаншалықты сауаптар Аллах жолында дағуат істегеннің сауабын алған болып келеді. Және білеміз, Құран аяттарында келген Мутаффифин сүресінде Аллах Тағала былай деп айтады. Мутаффифиннің сол 29-34 аяттарында айтқан: "Инналлазина ажраму кану миналлазина аману ядахакун." Бұл пайғамбарымыз сол соның кезіндегі мұсылмандардың жағдайын сипаттайды. Сондай қылмыскерлер дейді, күнәһарлар дейді, иман келтіргендерден күлетін еді дейді. Пайғамбарымыз сол соның кезінде мұсылмандарды, дін ұстағандарды көріп, күнәһарлар күлетін болған оларға. Олар олардың қасынан өтсе, жаңағы мұсылман кісілер дін ұстамаған күнәһарлардың қасынан өтетін болса, оларды ишаратпенен, көзінің қимылыменен мазақ қылып, сонда бір жаңағы қалжыңдар еді оларға. Ең сол мұсылмандарды күледі, оларды мазақ қылады, ишаратпен ымдап көрсететін еді дейді. Сосын ол кәфірлер, қылмыскерлер, күнәһарлар үйіне қайтқан кезде, біз мұсылмандарды былай қылдық, сөзбен былай тиістік, оған былай деп айттық, оны былай мазақ қылдық, оны былай келеме жерік деп үйлерінде мәз мейрам болатын еді дейді. Сол мұсылмандарды көрсе дейді, бұл Құран аятында айтылғандай, олар айтатын еді, міне осылар нағыз адасқандар, міне мыналар нағыз адасқандар деп айтатын еді. Аллах Тағала Құранда айтады: біз ол күнәһарларды мұсылмандарға бір күзетші қылып жіберген жоқпыз дейді. Және ертең дейді, осы күні дейді, Аллахтың сондай бір әділ заң орнаған күні, қияметтің күнде, Аллахтың алдына баршамыз баратын күнде дейді, иман келтіргендер минал куффар ядахакун, мұсылмандар ол күфірлерден кәпірлерге күледі дейді. Сондықтан иншалла, осы мұсылман қыз бауырларымызды орамал таққан, намаз оқып жүрген, осы заманда дін ұстану қандай бір қиын болып жатса да, дінді қолда шоқ ұстағандай бір қиындық туып жатса да, дінді ұстау қоғаммен осы көптеген адамдардың пікірінде, көптеген қате ойындарында, солардың мазағына, солардың бір тез көз қарастарына, солардың бір келемеж дегендеріне төтеп беріп жүргендіктеріне Алла сауаптарын жазсын дейміз. Және осы бір мұсылман қыз бауырларымыздың Аллах Тағала ертең жәннаттың төріне кіргізуін біз шын жүректен Аллахтан тілейміз. Олардың бақытты болуын. Өйткені бұл дүние білеміз, уақытша ғана. Бұл дүниеде ешкім мәңгі қалып кеткен жоқ. Кәпірдің кәпірі де бұл дүниеде қалған жоқ. Фирғауын өтті. Құдайдың сүйікті құлдарының өздері ешқайсы дүниеде қалған жоқ. Тіпті пайғамбарлар да өлген. Пайғамбардың ең абзал болған Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның өзі бұл дүниеден өтіп көшіп кеткен болатын. Ондай болатын болса, әлбетте ертең біз де көшеміз. Бұл аз ғана уақыт өмір. Аз ғана уақыт өмір. Ертең не мәңгі жәннат, не мәңгі дозақ, не дозақтағы азапты көру қажет болады.
Сондықтан біздің айтатынымыз, кейбіреулер осы дүниедегі бір фитнаға шыдамастан, қиындыққа шыдамастан, Аллах Құран аятында сынайым деген, бар қылып, жоқ қылып, аш қылып, тоқ қылып сынайым деген, беріп те сынайым, алып та сынайым деген. Ам хасибтум ан тадхулул джанната ва лам я'тим масалун лазина халау мин qablikum деп Құран айтады. Сендер ілгергілердің сынағын көрмей жат жәннатқа кіреміз деп ойлайсыңдар ма дейді. Олар да қатты сынақтар көрген болатын. Кешегі біздерге әсіресе осы тек қыз балалар ғана емес, соның ішіндегі ұл балаларын, ер кісілердің өздеріне үлгі болып кеткен Сумайя анамыз, исламдағы бірінші шәһид болған әйел кісі де қанша үлгі беріп кетті. Кәпірлер оның кеудесіне найза қадап жанын шығарса да, жүрегінен иман шығара алған жоқ еді. Сондан Аллах Тағала сондай бір иманды бекемдесін, жүректеріңізге орнатсын деп тілейміз. Аллахтың әмірін орындау кезде, егер біз кімде кім дейді, Аллахты шын сүйетін болса, онда Аллахтың бұйрығын орындауда адамдардың сөзіне мән бермейді деп айтады екен. Сондықтан иншалла Аллах Тағала бір сондай сабырлық берсін дейміз. Сондықтан Аллахтың әлбетте дұға тілектерді қабыл етуші. Біз осы сабағымызды осы неден айта отырып, Нұх пайғамбардың сөзін мысал етеміз. Нұх пайғамбар ұзақ өмір сүрген кісі. Құран аятында ол кісі жайлы айтылады, илля хамсина аман, 50 жыл екен. Ол кісі 1000 жыл өмір сүрген кісі екен. Яғни 10 ғасырға жуық өмір сүрген кісі. Сол кісі өмір сүріп, кейін ажал келеді, өлетін болады. Жәбірел періштеге бірден сұрайды, ятунул анбия умран, ей өмір ұзақ болған пайғамбар, кайфа важатта дүние деген, өмір деген не екенін айтшы дейді. Қараңыздар, өзі пайғамбар болса, өзі 10 ғасыр өмір сүрген болатын болса, сонда ол кісінің өмірді сипаттағанда бар айтқан сөзі, важатту кадаран лаха бабани даханту мин ахадима храж мин ахадатта, мен бұл өмірді бір кішкене ғана бір бөлмеге ұқсаттым. Оның 2 есігі бар екен, кеше мен біреусіне кіргенімді білем, екіншісіне қалай шығып баратқанын байқамадым деген екен. Егер 10 ғасыр өмір сүрген Нұх пайғамбардың өзі бұл өмірді бір қас-қағым сағаттарға, минуттарға ғана есептейтін болатын болса, онда біздің 60-70-іміз, егер оған жетсек те, ол ештеңе болмай қалады. Ертең Аллахтың алдында, ол Аллахтың мейіріміне, рахметіне бөлінген кезде, бұған Аллаға сансыз шүкірліктер айтамыз, бұл кішігірім сынақтарға шыдағанымыз үшін. Сол үшін де пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам Таифқа барған кезінде, ояқтағы түсінбеген мүшрик, Құдайдың дініне қарсы келген кәпір қауымдар пайғамбарымызға зәбір көрсетіп, таспен атқылап, қудалап жіберген болатын. Үсті басы қан-қан болып пайғамбарымыз сол кезде Таифтан кеткен болатын. Пайғамбарымыздың барғандағы бар мақсаты ла илаха иллаллах деген сөзін үйретейін деп барған еді. Оларға дұшпандық қылайын деп, тамағын жейін деп, ақшасын алайын деп барған жоқ еді. Пайғамбарымыздан Айша анамыз сұраған кезде, сіздің өміріңізге ең қиын кезеңдер қайсы деп сұраған кезде, пайғамбарымыз Таифты айтатын еді. Шынымен ойлап қараңыздаршы. Егер қазір кезде көшеде біреу иттің күшігін тепсе, ол қыңсыласа, айдалада жүрген біреуіміз айтамыз, ей, нең бар, обал ғой, сені тепсе біреу жақсы ма деген сөз айтады. Итке жаны ашып айтады. Ал адамзат баласының ең абзалы болған пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам ең абзал сөз ла илаха иллаллахты үйретем деп Таифқа барған кезде, сол надан қауым таспен қуып, үсті басын қан жоса қылған болатын. Сондай қиыншылықты көрді. Бұл қандай бір материальный да моральный удар болған еді. Сол пайғамбар сол елден қайтқан кезінде Аллах Тағала оған бір тау періштелерін жіберді. Жәбірел періште келіп айтты, Алла саған тау періштелерін жіберді деді. Сен қаласаң деді, осы 2 тау болды Ақшабайын деген, соларды қосып, осы саған таспен ұрып зәбір көрсеткен халықты әмір етсең, осы 2 періште орындайды, тауды үстеріне баса салады деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи не деп айтты? Рахматан лил аламин, әлемдерге мейірім ретінде жүрген пайғамбарымыз айтқан сөзі жоқ деді. Арджу ан юхриджаллаху мин аслабихим ман яъбудуллаха ва ла юшрику бихи шайъан. Мен Құдайдан үміт етем деді, бұлардың ұрпақтарынан Құдайға серік қоспастан құлшылық ететін адамдардың сондай ұрпақтарын шығатын деді. Сондай бір адамзат баласына игілік тілеген пайғамбар болатын. Сондықтан біздерге осы заманда көптеген түсінбейтін, Аллахтың әмірін түсінбеген адамдарды көреміз. Олардың мазағы да бар, олардың бір келемеждеулері де бар. Бірақ естеріңізде болсын айтатынымыз, олар ұялсын, сіздер ұялмаңыздар. Аллахтың әмірін орындай алмаған, Құдайдың Құранына құлақ сала алмаған, пайғамбардың хадисімен жүре алмаған ол пенделер ұялсын. Сіздер емес, Аллахтың әмірін тыңдап, пайғамбар сөзімен жүрген. Бастары жалаңбас болып, мақсаты Аллахтың разылығын табу емес, мақсаты көшеде жүрген кез келген жігіттің көзіне түсіп, жүрегіне ой салу болып, барынша әдеміленіп көшеге шыққандар ұялсын.
Құдайдан қорқып, үстіне бас орамал киіп, хижабын киіп, дене пошымын жапқан сіздер емес. Сол үйінде жатып, шалқайып, телевизор көріп, саунада жүріп, талтайып жүргендер ұялсын. Құдайға құлшылық жасап, маңдайға сәжде етті деген сіздер емес. Әлбетте сіздер Аллахтың ең сүйген діні ислам дініндегі әмірін орындаушыларсыздар. Сіздер әлбетте Аллахтың ең сүйікті құлы пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның әмірін істеушілер болып келесіздер. Сондықтан Аллах Тағала осы істеріңізге бекемдік берсін дейміз.